Assalamu alaikum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздермен өтетін темамыз толық емес квадрат теңдемелер. Бұлам бірінші бастаңғыш түсініктерді алып аламыз, кейін құрамалы материалға түсеміз. Бірінші толық емес квадрат теңдемені білу үшін бірінші нәубетте біздер толық квадрат теңдеменің не екенін білуіміз керек. Түсінікті ме? Мысалы, толық квадрат теңдеме дегеніміз ax квадрат bx плюс c міне. Мына толық квадрат теңдеме деп айтылады. Бұл толық квадрат теңдеме. Өзі темамыз, бүгін өтетін темамыз толық емес квадрат теңдеме. Толық емес деген сөз демек, бір нәрсесі, бір ағзасы не? Кем, шала деген сөздер. Түсінікті ме? Демек, бірінші біздер мына vx жоқ жағдайын өтіп қараңыз міне. Яғни бірінші жағдай ax квадрат плюс c жағдайда міне. Бұл жағдайда, яғни x жоқ жағдайда бұл жерде шешімдері өзара қарама-қарсы болады. Соны біліп қойын. Бұл алдыңызда шығады не екенін үйретемін. Яғни с жоқ, vx жоқ болса, мына формада болса, шешімдер не болады екен? Қарама-қарсы болады өзара. Мысал үшін қараң, біздерде x квадрат тең a деген теңдеме берілсе, квадрат жоқ қылу үшін x тең, бұл жерде квадрат жоқ қылған кезде плюс минус и корен a болады. Яғни мына 2 мынада корен дәрежесіне түседі да. Жазылмайды ғой 2 деген. Түсіндіңіз ба? Мысал үшін x квадрат тең 4 болса, x тең обязательно квадратты алып тастайсыз ба? Плюс-минус қойылады обязательно. И корень астында 4. Одан неше шығады? Плюс-минус 7. Түсінікті ме? Шешімдер қарама-қарсы болады деген сөз міне. Біреу плюс болса, біреуі минус болады деген сөз. Түсіндіңіз ба, түсінбедіңіз ба? Мысал үшін, x квадрат тең 81. Қараң, x тең не болады? Плюс-минус сразу 9 дейсек бола ма? Корень 81-ден 9 шығып кетті. Түсіндіңіз ба? Яғни бұл жерде кім жоқ? X жоқ жағдай. ax квадрат плюс c сан да. Түсіндіңіз ба? Бұл жағдай шешімдер қарама-қарсы болады. Кейінгісі, x квадрат минус 144 тең 0 болса, x квадрат тең минус 144-ті плюс 144-ті өткіземіз. x тең болады плюс минус 12. Түсіндіңіз ба? 3-1 x квадрат тең 0, 3-1 жоқ қылу үшін x квадрат тең, бұны бұнаяққа не қылан еді? Көйтеміз, бәрі айлап түседі, бәрі 0-ден қареген саған көйтсең не болады? 0 болады. x тең не болады сөйтіп? 0-дің плюс минусы болмайды. Тек 0 деген санның плюс минусы болмайды. x квадрат тең 0 болса, x-ін не деп кете бересіз? 0 деп. Мысалы, 0-де 1 x квадрат тең 4 болса, x квадрат тең 0-де 0,100-ден яққа не қылып шығарамыз? Бөлі қылып шығарамыз. 4-ті 0-де 100-де 1-ге бөлсек, 400 болады сау бұл. x тең не болады ол? Плюс минус 20. Түсінікті ма? Мысалы, 16 минус x квадрат бөлі 4 тең 3 болса, 4-ні яққа не қыламыз? Көйті қылып өткіземіз. 16 минус x квадрат тең 12, минус x квадрат тең 16 не өтеді? Минус өтеді. Минус x квадрат тең минус 4. Бұны x квадрат тең плюс 4 деп жазсам болады ғой? Ол x тең плюс минус 2. Түсінікті ма? Мына квадрат, мына x квадрат деген сөз да. Түсініңіз ба? Мына жаю шарт емес. Квадрат жоқ қылу үшін мына жаққа не қылып жібереміз мынаны? Жаңа айттық қой, 0-де плюс минус болмайды. 0 деп кете берсеңіз болады. Сонда x табасыз 5x тең 2. x тең 2 бөлінген 5. Бұл жерде плюс минус болмайды да. Мына квадрат жоқ қылу үшін мына плюс минус 0 деген болмайды ғой енді. Түсіндіңіз ба? Егер 0-ден басқа сан болған жағдайда, мысал үшін қараң, 5x минус 2-нің квадраты тең 9 болатын болса, 5x минус 2 тең не қылдайсыз? Плюс минус 3 деп. Кейін плюсын 1 істейсіз, минусын 1 істейсіз. Түсіндіңіз ба? Бұл басқа есап. Енді 4x квадрат минус 16x тең 0 болса, бұл екінші жағдай. Қараң, екінші жағдай не болады? Енді с жоқ жағдай. Яғни ax квадрат плюс vx жағдай болады. vx. Бұда не бар екеуінде де? Тең 0 деп қойында. Екеуінде де x шығарасыз. ax плюс v тең 0 қалмай ма? Сөйт тең 0 болған үшін өткен сабақларда айттық, әрбір көбейту үшін не қыламыз? 0-ге теңейміз. Сонда x тең 0 болады. ax плюс v тең 0. Бұдан x тауып жүрсеңіз, x тең минус v бөлінген a шығады. Яғни бұда с жоқ жағдайында бір шешімі, обязательно бір шешімі 0 шығады тұрсын. 0-ге тең болады да. Түсініңіз ба? Демек, толық квадрат теңдемеде бұны толық емеске айландырудың екі ұсылы бар екен. Бірінші ұсылы, егер x жоқ жағдайда шешімдер не болады екен? Өзара қарама-қарсы. Ал с жоқ жағдайда бір шешімі әлбетте неге тең болады? 0-ге тең болады. Әмме уақыт. Бұлар ключевой сөздердің бірі. Түсініңіз ба? Демек, мысал 4x квадрат минус 0,16x теңдемен шешің десе, бұда не қыламыз? Екеуінде x болған үшін x шығарамыз сыртқа. Сонда 4x минус 0,16 тең 0. Сөйт әрқайсысын 0 екенбіз. x тең 0, 4x минус 0,16 тең 0.
Егер мына жақта 0-ден басқа 1, 2, 3, 4 деген саналар болса, оны 1-ге 2-ге теңеу деген зат болмайды. Тек 0-де болады бұл зат. Демек, бір жауап таяр. 4x тең 0,16 плюс өтеді. X тең 4-ке бөліп жібереміз, дұрыс па? 4-ке бөліп жіберсек неше шығады? 0,4. Демек, шешімдері 0 менен 0,4 екен. Түсінікті ма? Қайыр сұрау. Бір исключение айтып кетейік сіздерге. Егер x квадрат тең минус сан болатын болса, ол не болады? Бос көп. Яғни мынадай істемеймізсе, x тең плюс минус орнасында минус a деп. Көрінің іші не болып алмайды? Мысалы үшін x квадрат плюс 9 тең 0 болса, плюс 9-ды минус 9 болып өткіземіз ғой. X тең плюс минус 3 деп шығарып отырмаймыз. Себебі квадрат сан оң теріс санға тең болмайды. Түсінікті ма? Қайыр сұрау. Демек жазып аламыз. Демек давам етеміз. Кейінгі темамыз толық квадрат теңлемелер. Демек толық квадрат теңлеме дегеніміз не? Ax квадрат vx плюс s. Жаңа өтіп, иә? Ax квадрат плюс vx плюс s да бұл жерде a дегеніміз x квадраттың алдындағы сан, бұл бірінші коэффициент, немесе бұл бас коэффициент деп айтылады. Түсінесіз ба? Ал x-ның алдында коэффициент. Яғни бұл екінші коэффициент деп айтылады. Мысалы, екінші коэффициент кім десе? v дейсіз. Бас коэффициент болмаса, бірінші коэффициент десе a дейсіз. Ал с кім десе, ол азат ағзасы деп айтылады. Азат ағзасы емес, азат ағзасы деп айтылады. Азат ағза деген сөз x жоқ та. Мысалы, берілді x квадрат плюс 5x плюс 6. Бас коэффициент кім о? Бұл кім о? x квадраттың алдындағы сан. Ол 1. Екінші коэффициент кім о? Ол 5. X-ның алдындағы сан. Азат ағзасы кім о? Ол 6. Яғни x жоқ. Түсініңіз ба? Сұрау. Жоқ. Демек, енді бүгінгі темамыз, егер толық квадрат теңлеме қалай шешіледі десе, мектептелерде әмеміз өттік, яғни дискриминант деген зат естік, дискриминант деген сөз естік қой. Толық квадрат теңлеме негізі дискриминант арқылы шешіледі. Дискриминантты екі ұсулымен өтеміз сіздерде, басқашалау аңсарлау ұсулымен. Яғни бірінші v тақ, яғни v деген кім еді? X-ның алдағы сан. X-ның алдағы санымыз тақ сан болса, нечетный сан болса, қараң формула x бірінші екінші деген бұл шешімдер деп айтылады. Минус b болады, яғни формуланы жазып қойыншы. ax квадрат плюс bx плюс c. Минус b болады, x-ның алдындағы сан түседі. Екінші ағза. Егер міне минус болса, мына минус не болады? Плюс. Бұл формула. Плюс минус, сол санның квадраты. Минус 4 родной формулда бар. Көйту a деген x квадраттың сан. Көйту s, азат ағзасы дұрыс. Бөлінген 2 көйту a деген x квадраттың сан. Мысал үшін қараң, 2x квадрат минус 5x плюс 2 тең 0 деген квадрат теңлеме берілді. Бұл қандай теңлеме десе деп айтасыз? Толық квадрат теңлеме. Егер мынандай болып қалса, бұл не? Мынадай болып қалса, бұл толық емес, дұрыс па? Бұл толық квадрат теңлемеде шешімдерін тауың, яғни коррелерін тауың деп айтады. Коррелері деген сол шешімдері. Яғни оны тауу үшін x бірінші екінші тең бастаймыз. X-ның алдағы санға жүгіріп барамыз. X-ның алдағы сан тақ сан. Тақ сан болса формула міне. Минус 5 мұнау менен плюс 5, плюс минус 5-тің квадрат түседі. 25. Минус 4 формулда бар. Көйту a деген x квадраттың алдағы сан. 2. s деген x-тің алдағы сан. 2. Естенінер минус 2 болса мінер неге айланады? Плюске айланады. Соны біліп қойын. Бөлінген 2 көбейту a. a деген ше? 2. Тең 5 плюс минус 16. 25 16 атсаң 9. 9-дан сразу жаз бола ма? Бөлінген 4. x1 деп, қараң, x бірінші екінші дегенде x1 деп соның минусын, бірінші минуспен сақлайық, тәртіп бойынша. 5 минус 3 бөлінген 4. Минусын сақлауатыз. Ол 2 бөлінген 4, 1 бөлінген 2. x2 деп екінші плюсын аламыз. 5 плюс 3 бөлінген 4. 2. Демек жауап 1 бөлі 2 менен 2. Қандай сұрау бар? Кім түсінбеді? Түсінген болсаңыз, x квадрат плюс 3x плюс минус 4 тең 0. Демек қараймыз, x бірінші екінші бастадым. Плюс 3. Не өтсет формулаға? Минус 3 өтсет. Плюс минус. Сосанның несі? Квадраты. 9. Минус. Формулда 4 бар родной. Дұрыс па? Көйту a. a деген кім о? X квадраттан алынса, ол неше жазылмаса? 1 болады. Көйту s. s неше? Минус 4. Онда міне неге айланды деді? Плюс 4. Бөлінген. 2 формулда бар. Көйту a. a деген неше? 1. Тең. Минус 3. Плюс минус. 9-ға 16 қоссам 25 болады. 25-тен 5 бөлінген 2.
Demek x1 deb qaysini olamiz dedik? Minusni olamiz. -3 -5 bo'lingan 2. -8 -4 demaymi? x2 deb plusni olamiz. -3 + 5 bo'lingan 2. 2 bo'lingan 2 ol 1. Javob ne ekan? -4 bilan 1. Tushundingmi? Demek ikkinchi, agar v x kvartalda sanimiz, jup bo'lsa, formula endi bu qo'shimcha. Bu formula mana formuladan kelib chiqqan holda ishlagan formula. Qarang, tushunmasangiz, ne formulasini yozib qo'yib, x kvadrat v x plus c. V jupsan bo'lsa, v ni 2 ga bo'lamiz. Formulada minus bor. V ni 2 ga bo'lasiz. Misol 10 bo'lsa necha bo'ladi? 5, 100 bo'lsa 50. Keyin so'ning kvadrati minus a si. Bunda nima aytgan? 4 choq. Bo'lingan a. Nima aytgani? Misol shuni qarang. X kvadrat plus 6x plus 5 teng 0. X ning oldina qaraysiz. Jupsan bo'lsa na formula qo'yavering. Желательно hisoblov жұмысыңызды 2 есе azaytib beradi. Tushundingizmi? Mana formula bilan chiqadi. Просто buni 2 есе azaytib beradi. 2 ese endi az chiqargani yaxshi bo'lib bizga, durustmi? Vaqtda. Demak, x1 2 teng. Qarang. 6 jupsan bo'lsa, so'ning yarimi tushadi. Yarimi 2 ga bo'lsangiz, -3. Endi -6 o'rnida ner +3 bo'ladi. Keyin plus minus so'tsaning ishda nesi bo'ladi? Kvadrati. 9. Ya'ni 2 o'lib kvadratga ko'tarib o'tirmangda, ya'ni. Prям so'ning kvadrat. Minus a qo'ytusi a deganing x kvadratdan 1, s deganing 5. Bo'lingan a. Ancha 1. 1 bir marta yozamiz, qaytib yozmaymiz. Tushundingizmi? Siz bo'limda bir yozuvchi aytamiz. Plus minus 9 dan 5 olsam 4 dan x1 deb minusni hisoblaymiz. Minus necha bo'ladi? -3 -2. -5 x2 -3 plus 2. Tushundingizmi? Qaysi? Bu bo'likmi? Endi so'saning kvadrati. Neda buni 2 ga bo'lganda bu bo'lib 2 ning necha ekanini bilmaymiz-ku. Misol 6 bo'lingan 2 3 qo'ying. Sразу yozibdi biz 6 bo'lib 2 deb yozib o'tirman. Keyingisi misoli tushunmaganlarga qaraymiz. X kvadrat minus 4x minus yo'q. 21 teng 0. Qani x1 x2 ni topamiz, vaqt ketdi. Demak, qaraymiz kimning javoblari durust, qanday ko'rib olaylik. x1 necha ikkinchi teng? X ni oldi 4 jupsan bo'lsa meni formula 2 bo'lamiz. Minus bo'lsa formulada meni 2 o'zim 2 emasmi? 2 ning kvadrati 4 minus formulada a qo'yib s. A deganmiz 1 s tengimiz minus 20. Rol ne bo'ladi? Buni men plus 20 desam bo'ladi o. Bo'lingan a deganmiz 1. Bir marta yozamiz, ha? Teng 2 plus minus 4 ga 21 do'stam 25 25 teng 5. x1 deb alib bering sразу. 2 dan 5 al. Minus 3 qo'shsam tushunilmi? Demak, yana bir misol ko'ring. 4x kvadrat minus 2x minus 3 teng 0. x1 x2 ni topamiz, vaqt ketdi. Demak, javoblarni tekshiramiz. X birinchi ikkinchi teng. 2 jupsan boshi yarim necha bo'ladi? 2 bo'lsak 1. Plus minus kvadrati 1. Minus a qo'yilsa a degan 4. Minus s deganimiz minus 3 ner? Plus ga aylanadi. Ma'lum. Bo'lingan a degan 4 qo'y. Endi 2 ni qo'yib o'tiraman. 1 plus minus qo'shsam 13 bo'lingan 4. x1 deb minusni yozamiz. Yoza beramiz yana jo'q. x2 deb plusni yozamiz. 1 plus ko'ring 13 bo'lingan 4. Tushunildimi? Demak, tushunildi bo'lsa, temani sujeti jumaqlaymiz. Xomsda materiallar bo'yicha hisoblarni istaymiz. Keyingi sohbada ko'rishguncha.